26 қаңтар күні тұрғын үйге барып соғылған Toyota көлігінің жүргізушісіне қатысты сот шешімі шықты. Бірақ 19 жастағы жүргізуші бұл оқиғаға өзін емес, артында келе жатқан көліктің рөлінде болған қызды кінәлап отыр. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 610 бабының 1-ші бөлігімен азаматқа қатысты әкімшілік іс қаралды. Сот қаулысымен азаматқа аталған бап бойынша кінәлі деп танылып, оған 6 ай мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айырды. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ. Ал көлік кіріп кеткен үй сол қалпында тұр. Амановтар отбасы қонуға жақын жуықтарына барады. Кейде өз үйлерінде жылтқышпен отыруға мәжбүр. Үй иелерінің айтуынша оқиғадан кейін Toyotаның иесі құлаған қабырғаның орнын пленкамен жауып беріпті. Және жұмысшыларды әкеліп қалған жұмысты жасауға уәде еткен. Бірақ ойынан айнып қалған көрінеді. Мен сотты күтемін деді. Сосын айтты, мен сотты күткенде мынау тұра ма шырағым деп, алдында келістік қой өзі. Ол келіссе мен уже добра берейін тұрмын ғой. Қазақпыз ғой деп айттым ғой. Жоқ, сотқа мен сотты күтемін деп сет. Сосын айтты, енді мынаны алдында өзің сөйдедің ғой, келістің ғой енді. Мынау тұра бермеді деп, қайда барсаңыз онда барыңыз деп сет маған. Сосын бұл содан кетіп қалды. Ал үйдің шарбағына келіп соққан көлік жүргізушісі қыз бала көпке созбай оны жөндеп беріпті. Сондықтан оған қояр еш талабым жоқ дейді Әйтен Аманов. Айтпақшы, тәуелсіз сарапшылар үйдің шығынын 1,6 миллион теңгеге бағалапты. Бірақ олар бүлінген дүние мүлікті есептемеген. Енді Амановтар отбасы материалдық шығынды өндіру үшін тағы да сотқа арыз түсірмек. Жанат Молдашева, Арзу Караш, Нұрлан Қанатов, Каспия Ньюс.